Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Ісік, құптау, үймелеу, білте, сауыккеш, ақау, мен, неге, мінсіз. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Тыңдаңыздар. Опухоль. Поддерживать, одобрять. Собираться в кучу. Фитиль. Вечеринка. Изъян. Изъян. Брак, брачный союз. Без недостатков. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Теледидардан хабарлама. Шырша өртке түскен оқиға бақытты аяқталды. Бұл оқиға жаңа жыл қарсаңында болды. Дәрігер ауырып жатқан адамға: жақсы жаңалық, сіздің ісігіңіз обыр сияқты болды деп айтты. Бірақ жақындап зерттегеннен кейін бұл обыр емес деп қорытындыға келуге болады. Медбикеге сізді жіберуді айтып, оны құптадым. Сізді 2 күннен кейін үйге жіберейік. Ауырып жатқандар үймелеп, жақсы жаңалықты тойлауға және ауруханада сауықкешті уайымдастыруға шешім қабылдады. Ауруханаға шыршаны әкеліп безендірді. Шыршаның бұтақтарына бірнеше білтелерімен жабдықталған майшам қойылды. Білтелерді жаққан соң майшамдардан от шашу болады. Біріншіден, майшамдар ақаусыз да қауіпсіз болып көрінді. Бірақ олар мінсіз болмаған екен. Олардан шыққан от барлық шыршаны отқа биледі. Ақырында өрт сөндірілді. Өрт сөндіруші келесі күні: абайлап жүріңдер, емделушілер, деп айтты. Бір қызығы теп беруге болады. Ісік болған емделуші медбикені өрттен құтқарды. Сосын ол ауруханадан 1 аптадан кейін шыққан соң медбикеге онымен некеге тұруды ұсынды. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасауды тырысайық. Сіздерге мәтінді орыс тіліне оқимын. Сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Сообщение по телевидению. Случай с елкой, которая загорелась, закончился счастливо. Это произошло накануне Нового года. Врач сообщил пациенту: хорошая новость. Ваша опухоль выглядела как рак, но после тщательного обследования можно сделать вывод, что это не рак. Я одобрил вашу выписку и попросил медсестру вас оформить. Через 2 дня вас отпустим домой. Больные собрались вместе, решили отпраздновать хорошую новость и устроить в больнице вечеринку. В больницу принесли елку и украсили ее. На ветке поставили несколько свечей, оснащенных фитилями. После того, как зажгли фитили, от свечей начали разлетаться фейерверки. Сначала свечи выглядели исправными и безопасными, но они оказались с дефектом. Искры от них
охватили огнем всю елку. В конце концов пожар потушили. На следующий день пожарный сказал: «Больные, будьте осторожны». А вот забавный момент. Пациент с опухолью спас медсестру от пожара. А потом, когда через неделю его выписали из больницы, он сделал ей предложение вступить в брачный союз.